Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Нұрайым. Бүгін пайдалы майонездің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге 100 грамм гхи майы қажет. Осы майды водяной баняда ертіп алатын боламыз. Толықтай ергенше күтеміз. Әзірге менің арнама жазылып, қоңыраушаны басып, өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Майымыз еріп дайын болды. Енді кішкене суығанын күтеміз. Оған дейін біз бір жұмыртқамызды жарып, дайындап қоямыз блендердің ыдысына. Енді суыған майымызды құйып, жақсылап блендерменен араластырып алатын боламыз. Сонан соң үстіне 2 шай қасық лимон шырынын қосып, тағы да араластырамыз. Сонан соң дәміне қарай тұз қосамыз. Мен кішкене қасықтың ұшымен қостым. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Аз дегендеріңіз көбейтіп жасасаңыздар болады. Бұл енді бір салатқа немесе бір аста жеп қоятындай бізде көлемде шықты. Дегенмен жасауға болады. Өзіміздің денсаулығымыз үшін ерінбей жасап тұтынсақ болады. Дәмі енді өте керемет болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Алда әлі де керемет рецепттер болады. Достар, менің арнамнан алыстамаңыздар. Арнама жазылып, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, лайк басыңыздар. Сіздермен болған мен Нұрайым. Сау болыңыздар.